Бүгін мен перекупщик болып Дубайдан iPhone сатып алып Шымкентте сататын боламын. iPhone'дар қанша болып жатқанын осы видеода білетін боласыңдар. Ал видео басталмай тұрып лайктарыңды басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Ал біз бастаймыз. Короче, достар, Абу-Дабиге жеттік. Бұл жерде өте ыстық екен, сондықтан да мен біріншіден шешіп қояйын. И в общем, менің планым бойынша қазір бірінші сим-картаны аламыз, сосын долларды дирхамға ауыстырамыз. И iPhone-ға, короче, баратын боламыз. Бірінші отельге барамыз, киімдерін тастаймыз, сосын iPhone-ға өтетін боламыз. Бұл жерде iPhone қанша тұратынын, короче, видеоның соңында білетін боласыңдар, достар. Короче, уақытты құртпай, мен қазір бірінші отельге емес, Дубай молға барып, ақшамды ауыстырып алайын деп жатырмын. Короче, достар, мен Дубайға келдім. Енді қазір Дубай мол деген торговый центрге барамыз да, номерді ауыстырамыз, ақшаны ауыстырамыз и iPhone-ның бағасын білетін боламыз. Сосын мен сендерге тағы да бір ерекше затты айтып кетейін. Мен қазақтарды кездестірдім да, и маған кеңес берді. Асхат, Дубай молда iPhone қымбат тұрады деп айтты. Сен, короче, бағасын көр дейді. Сосын Дейра деген, короче, сәл опасныйлау районға барды и Сөқтің бағасын салыстыр дейді. Мен Дубай молға келдім да, и бірінші тариф қосу керек, интернет керек маған дедім да, бағасын көрдім. Бағасы 25 мың теңге тариф үшін. Ол өте қымбат мен үшін, сондықтан да мен Қазақстанның билайнына роуминг қостым да, и Қазақстанның номерімен, короче, интернетімді қосып жүрдім. Прикиньте, адасып кеттім. Қытайға кетіп қалдым, короче. Қазір ақша ауыстыратын жер табу керек срочно. В общем, достар, менде доллар бар болған, сондықтан да мен 3.69 деген курспен дирхамды сатып алған болатынмын. Теңгемен ол шамасы 132 или 134 теңге. В общем, жақын жердегі техника сататын магазинді көріп кетейінші дедім. Ақша ауыстыратынның дәл қасында тұр екен. 5949 дирхамға бір iPhone көзіме түсті, 512 гигабайт. Бірақ бұл магазиннің бір условиясы бар екен. Егер сен iPhone-ды алатын болсаң, оның үстіне тағы дополнительный пакет 500 дирхам қосып сатып аласың. То есть 5950 тұратын iPhone маған 6500 дирхамға сатылайын деп жатыр. Бұл өте қымбат, мен, короче, ол жерден кетіп қалдым. Өте жаман жаңалық. Мен iPhone-ды көруге үлгермей жатырмын, себебі отельге заселение сағат 10-да, а мен қазір қатты кешігіп жатырмын, сағат 9 болып жатыр. В общем, бүгін мен отельге барамын, бірақ мен бір магазинді көріп кеттім уже iPhone-ның бағасын. Бірақ ол слишком қымбат, 770 мың теңге, 16 Pro 512 гигабайтқа. Тағы бір менің проблемам, мен тілді жақсы білмеймін. Окей, can you help или can you go деп бір нәрсе қылып, әйтеуір қиналып бір жүрмін. Сосын тағы бір проблема, менің бір өзім болып жүргенім, себебі мен сәл ақымақ адам сияқты өстіп камераны ұстап жүрмін, короче. Маған сәл бір ерекшелеу жұрттар қарап жатыр енді. Метрода жүру үшін мен олардың карточкасын сатып алдым. Карточкасы 25 дирхам тұрады екен. One way ticket, короче. Достар, біз қазір метроны көретін боламыз Дубайда. Метро деген, бұлар метро деп атайды, негізі ол ЛРТ, короче. Мына жақта эскалатор. Міне қараңдар, түсу жол мынау, түсу жол. Еш жаққа түсіп жатқан жоқ. И сендерге, короче, ше мынандай жүретін береді ғой, еба. Бұның үстінде адамдар еще жүреді ғой. Еба, мына Дубайда реклама. Бірақ біздің каналда по идее реклама жоқ, но в целом я говорю, что қараңдар, достар, біз қазір жақсамыз, қараңдар. Жомен қап баратым, сәл жетіп алу керек. Мына жерге қараймыз да, енді қай жерге баратынымызды айтамыз. Мен үлкен қателік жасаппын. Мен мына бетіне шығыппын да. Ал маған болса арғы бетіне бару керек екен. А мен уже сағат 10 болды. Отельде регистрация бітіп жатыр. Короче, мені отельге қазір кіргізбей қалу мүмкін. Сондай проблема бар. Оны қазір отельде шешетін шығармын. Бірінші жетіп алайықшы отельге, короче. Мен жаңа женский метроға кіріп кетейін деп қалдым. Женский метро мынандай розовый болады. Мужской мынау. И то мынау шығады дейді. Ну, вообще, по идее, осы көпке кіру керек ең бастысы. Ең бастысы
мынау қызылды кіріп қалмау керек. Мен жаңа кіріп қалып, сондай қателік істейін деп қалдым. Енді, короче, келесі метроны күтеміз. Аккуратно кіреміз. А то егер мен женскийға кіріп қалсам, маған штраф 100 дирхам береді. 100 дирхам деген 13 мың теңге. 13 мың теңге не за что. Короче, метродан хостел өте алыс орналасқан. Мен бір сағат жүрдім, короче. И жақын жерден магазин көрдім. Өте қатты шөлдеп кеттім. Себебі Дубайда өте ыстық. Погодасы далада кештің өзінде 30 градус немесе 35 градус болып тұрды. И, в общем, мен жақын жердегі магазинге кіріп, бір кола ала салайыншы дедім. Или бір любой напиток. Вообще-то мен шай іздедім. Фьюз шай ма, макси шай ма. Бірақ ондай нәрсе бұларда жоқ екен. Hello. Hello. Do you have tea? Sorry? Tea. Iced tea? Iced tea, yeah. Oh, thank you. Осы жерде мен сұраймын ғой, сендерде 1 литрлік iced tea бар ма деймін да? Или 1,5 литр болса да? Литр. 1 liter? 1 liter. Liter no, brother. Really? Yeah, single this one only. Just this? Yeah. Oh my god, oh my god, oh my god. Okay, I think buy Coke maybe. Okay. Yeah. Cola. 6 дирхам. 6 дирхам дегенше, мынау кола 700 теңге тұрады. 800 теңге тұрады. 800 теңге. 1,5 литрлік кола. Еба. Коладан енді бір шогым кетіп жатқан кезде менің алдымда, короче, мопедист тұр. Бірақ ол мопедист емес, ол мотоциклист деген, короче. И, в общем, Дубайда даже мотоциклистердің өзі. Доставканың өзінде. Жұрттар мотоциклмен қолданады. Біздікі мопедпен, доставкада жүреді ғой. Бұлар мотоциклмен жүреді. Қараңдар. Тағы біреу. Просто мотоциклмен глоба болып жүр, о қарасыңдар, достар. Еба. Сосын менің естуімше, Дубайда 92 деген бензин жоқ, сразу 95 дейді. Ол рас па өтірік па білмеймін. Ол өтірік болып шықты, бұларда 91 деген бензин де бар екен. Lamborghini. Просто Lamborghini типа ше. Бірақ байқадыңдар ма? Номері 4 номерден тұрады. Бұл арендадағы да ма, или бай адамның Lamborghini емес, бірақ сразу айтайын. Бірақ осы Lamborghini Шымкентке алып келсе ше, теу байдайтын ем ғой, теу. Короче, достар, зорға дегенде мен хостелымды таптым. Хостел деген не? Хостел деген, короче, 4 адаммен бір комнатада құшақтасып ұйықтаймыз, короче. Лифттердің өзі чувствует. Бірақ ше мен қатты терлеп кеттім. 2 километр метродан осы отельге дейін жүрдім. Сосын жарты сағат іздедім. Бұл қай жерде десем, бұл, короче, бір зданияның ішіндегі 21-ші этажда, короче. Мен ең басты мақсатым бұл жерде жай ғана ұйықтап алу. Сосын азанда шығып айфондарды көрем, короче. Айфонның бағасы қанша. Короче, достар, мен отельден шықтым. Сағат 12. Енді ұйқымнан ояндым, короче. Енді қазір мен Дубай молға қайтадан барамын да, прям официально Apple центрдің бағасын білгім келіп жатыр. Қанша тұрады екен. И сосын сағат 4-терде Дейраға барып, короче, Дейрадан алатын шығарман. В общем, егер өте арзан болса. Бірінші күнім күйіп кетті. Мен Дубайға ровно 5 күнге келген болатынмын. 4-ақ күнім қалды. Екінші күні мен Дубай молға барып, официальный Apple Store'дың бағасын біліп, бір қазақ таксистпен мен уже келісіп қойған болатынмын. Ол мені Дубай молдан кешке қарай алып кету керек Дейраға. Дейра деген Дубайдың бір районы. Бәрі қазақтар сол районнан айфондарды сатып алады екен да. И қанда Дубай молдан алмай-ақ қой, оданша Дейрадан ал деп маған таксист кеңес берген болатын. Бірақ мен өте қатты қорқып тұрмын, себебі білмейсің ғой, маған бәрі айтып жатыр. Дейра районы
районы өте қауіпті район. Ол жерде сені тонап кету мүмкін. Өтірік iPhone салып жіберу мүмкін. Маған прям оригинал керек қой. Мен алданып қалғым келіп жатқан жоқ. iPhone'дар қазір 800 мың теңге. Мен алдансам 800 мың теңгеге алданам. В общем, осындай оймен мен Apple Store'ға кеттім. Короче, достар, біз Apple Store'ға келдік. Мен қазір жаңа iPhone 16-ны ұстап тұрмын. Бұл жай ғана 16 плюс. Ал анақта әлі Pro Max-тар бар екен. Қазір осы iPhone-дарды тест жасайтын боламыз и қанша тұратынын білетін боламыз осы официальный Apple Store-да. Так, по идее, обычный iPhone 16 қазір 3400 дирхам, оны теңгеде қазір көретін боласыңдар. 3300 дирхам, ал Pro қазір how much Pro? Окей. Мына жерде консультант маған камераға адамдарды түсірмеңіздер деп айтып жатыр. Мен оны дұрыс түсінбей, қорқып, камераға вообще түсіруге болмайды деп тығылып 16 Pro'ны тауып алдым. 16 Pro 128 гигабайтқа 4300 дирхам тұрады екен, ал 512 гигабайтқа 5550 дирхам тұрады екен. Короче, достар, біздің алайын деп жатқан 16 Pro неге Pro Max алмаймын, себебі Pro Max по идее сәл қымбатырақ болып тұр мен үшін. Так, бағасын, типа 128 гигабайтқа 4300 сұрап жатыр. 256 4700 екен. 120 4300, ал 512 гигабайт менің алайын деп жатқаным 5549 дирхам. То есть 5550 дирхам дейік. И, короче, менің алайын деп жатқаным Apple центрде 5550 дирхам. Біз қазір кешке қарай басқа районнан да көретін боламыз примерно. Егер ол жерде қатты үлкен разница болса, онда біз сол жерден аламыз. А егер разницасы үлкен болмаса, онда осы жерден келіп алып кете салатын боламын. В общем, мені қазақ таксистім лақтырып кетті, достар. Ол сағат 9-да мен саған келе аламын дейді. А Дейраға Дубай молдан ровно 1 сағат жүру керек. 1,5 сағат запаспен алу керек та и бару керек. А магазин Дейрадағы сағат 10-ға дейін жұмыс істейді. В общем, менің тағы да бір күнім күйіп кетті. Менде 3-ақ күн қалды. Осы 3 күннің ішінде мен iPhone-ды алуым керек. Сосын тағы Дубайда қыдырып алуым керек. Мен енді не істеймін деп ол таксисттен сұрасам, сен қазір Дубай молда жүре тұрсай, қыдыра тұрсай дейді. Осы күнді қыдыруға құртсай дейді. Кешкі сағат 5 болды. Мен қай жерге қыдырып үлгерем мен кешкі 5-те. В общем, ішім ашып, отеліме оралдым. Короче, достар, мен бүгін 3-ші күн осы хостелда тұрған болатынмын. В общем, қазір мені қазақ алып кетеді осы жерден, и біз Дейра деген жерге барып, ояқтың iPhone-дардың бағаларын көретін боламыз. Менің ойымша, мен Дейрадан бүгін сатып алатын шығармын сразу. Себебі Apple центрден Дейрада сәл арзанырақ болады дейді. Егер қатты арзан болса, онда Дейрадан аламыз. А егер бір кішкене бір 100 дирхам или 50 дирхам арзан болатын болса, онда оданша официально Apple центрден алып Шымкентте сататын боламыз. А пока мен PlayStation ойнасам жақта. Біздің балдардың бәрі бензияға келді. В общем, достар, менің таксистім кешкі сағат 7-де келді. Магазин 10-ға дейін жұмыс істейді. Менің отелімнен Дейраға дейін ровно 2 сағат екен. Просто пробкасыз. Ал біз тағы пробкеге тұрдық. 2,5 сағатта біз бір нәрсе қылып, короче, ол жерге жеттік. Кешкі сағат 9-да. 1 сағат қалды магазиннің жабылуына. Мен iPhone 16 Pro 512 гигабайтқа сатып алдым. Оның қасына тағы AirPods 4 екінші вариантын сатып алдым. В общем, қазір сендерге бәрін айтып кететін боламын. Міне бір iPhone алдық и AirPods, короче, мына AirPods'ты мен 690 дирхамға алдым. Ал мынаны мен 5000 қанша еді? 320. 5000 қанша? 320. 5320 плюс 690, короче. Вот, ал тағы бір iPhone-ды біз официально Дубай молдан алатын боламыз. Екіншісі. Бұл да негізі официальный магазин, сондықтан да көреміз Дубай молдағы қанша и осақта қанша болады. 2 продукт 6000-ға шықты. 2 продукт, короче, 6010 дирхамға шықты, короче.
В общем, iPhone мен AirPods'ымды алып, қуанып, үйіме қайтып бара жатырмын. Естеріңе салайын, мен қазір хостелда тұрып жатырмын. Хостел деген жерде 4 адаммен бірге жатқан болатынмын. Өте қорқынышты, себебі любой момент қалтамнан өзімнің iPhone 15-імді ұрып кетуі мүмкін. Қасына су жаңа 16 Pro-ны ұрып кетуі мүмкін. В общем, уайымдап, ұйқы болмай, ертесіне Apple Store-ға, шықтым. Apple Store-ға мен жеттім. Енді, в общем, iPhone 16 Pro немесе Pro Max алғым келіп жатыр 512 гигабайтқа. Сөйтіп, мен осяқтағы консультанттардан сұраймын ғой, 16 Pro немесе 16 Pro Max 512 гигабайтқа бар ма деймін. И консультант маған резервацияда деп айтты. Достар, менде проблема. 16 Pro, тек қана резервацияда. Резервация деген, мен типа бір апта күтіп барып алады екенмін. То есть ажиотаж бәрі бұл iPhone-ды алғысы келіп жатыр. Мен кеше DR-дан алып қалуым керек еді деп қазір ішім күйіп жатыр. Но, по идее. Мен қазір екінші этажда тағы бір магазиндер бар дейді. Сояқтың бағасын көреміз. Егер уақытта бағасы нормальный болса, онда сояқтан ала саламын. В общем, Apple Store-дың дәл астында техника магазины бар екен. Бұл жерде Apple Store-дың бағасымен олар сатып жатыр, бірақ сен страховка 700 дирхамға сатып алу керексің дейді. И мен оны естемді, кешегі 5300 тұратын iPhone-ды сендер вообще 6700-ге сатып атсыңдар ма десем. В общем, мияқта қасыма бір индус перекупщик келеді да. И давай сен мені 7000 дирхамға сатып алсай дейді. Мен құры бар деймін, мен примерно бағасын білем ғой қанша тұратын дедім да. И в общем, бұл жерде уақыттан мен қатты ұтылып жатырмын, себебі бұл менің соңғы күнім Дубайда. Сағат 4-те мен сафариге билет алып қойған болатынмын. Сағат 9-да мен ол сафариден келемін. И DR-дан, үлгеріп iPhone алайын деп жатырмын. В общем, бізді сафариге алып келді. Менің ойым сафари емес, менің ойым екінші iPhone-ды алып үлгеру керек едім деп жүрмін, Single, I'm single. Excuse me. It's mine. Okay. How can I drive? Yes, this is the brake. It's brake. This is the brake. It's brake. It's this. Front brake, back brake. Okay. This is one gas, okay? Okay. All exploded, Так, мен түсінуімше, мынау газ. Мен қаттырақ басқым деп жатыр да, бірақ мен ешкім видеоға түсірмейше. Тоқта, бір адам сұрайын, видеоға түсіршті. В общем, осы квадроциклдан кейін водитель бәрімізді отырғызды да и шөл даланы көрсету апарады ғой, не джиппен аттракцион қылып, прям қатты секіріп, прям кішігірім дрифт жасап, в общем, құсқым келіп кетті мынау аттракционнан. И мен водительге бардым да айттым, мен сағат 9-да DR-ға апарып аласыңдар ма деп сұрасам, бұл сенің жүрген сафариң сағат 9-да бітеді дейді. Мен сені сағат 10-ға апарамын дейді. А онда ол магазин жабылып қалады. В общем, мен оған айтам, пожалуйста, попутчик болса да хотя бы любой таксиге отырғызып жіберші деймін. И олар айтады, бәріміз бірге жүрміз бұл жерде, бәріміз бірге қайтамыз. Ішім күйіп, мақұл онда хотя бы пустыняда жүре тұрайыншы дедім да, и осындай кішігірім видеолар салдым. Достар, біз мына енді сафари пустынясына келдік. Неткен әдемі жер. Окей. Сағат, кешкі 10 болды. Мен өте қатты кешіп жатырмын қазір. Реально. Қатты кешіп жатырмын. И ол жабылып қалмаса жақсы болар еді. Мен таптым. Таптым, осы магазинді. Мынандай iPhone мен сағат алдым.
В общем, достар, мен өзімнің хостелыма оралдым. Аэропортқа маған 4 сағаттан кейін уже кету керек. Сразу AirPods'ымды ашып, кішігірім анпакинг өзіме жасадым. Сағатты мен анама сыйлық ретінде сатып алғанмын, ал мынау 2 iPhone кредитке алынған болатын. Кредитке маған тағы досым көмектескен. В общем, бұл екеуін біз 800 мың теңгеге Шымкентте сатқан болатынбыз. Қанша теңге пайда көрдің, Асхат, деген сұраққа жауап берейін. Ровно бір 150, 160 немесе 140 мың теңге пайда көрдім. Бұл өте көп ақша емес. Не себепті? Себебі мен 500 мың теңге осы жүріп, тұрып, жеп бір сафариге қыдырғаныма құртқан болатынмын. В общем, мен бұл видеода минусқа кішігірім кірдім. Бірақ бұл эксперимент қой. Бұл, по идее, эмоция шақыратын эксперимент. Маған реально бәрі ұнады. Сондықтан да, егер осындай эксперимент Асхат, сен тағы да бір қайталайсың ба деп сұрайтын болса, біреу әрине қайталаймын, давайте сразу 4 iPhone сатып аламын дейтін ше. Бірақ бір кеңес, егер сендер де менің істегенімді қайталағыларың келсе, қазір уже сәл кеш болып жатыр, себебі iPhone бағасы сәл құлап жатыр, бірақ Дубайда сол баға деп естідім. Сосын аэропортта 2 iPhone-нан көп алып кетуге болмайды, соны біліп жүріңдер. Ал сендерге бұл эксперимент ұнады деген ойдамын. Лайктарыңды басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар, достар. Келесі видеода 100 мыңға серебряный кнопканы заказ бергенімді және қалай заказ бергенімді айтып кететін боламын. Сондықтан да каналға тіркеліңдер, ондай видеолар жіберу үшін, достар. Сендермен болған Асхат, келесі видеода кездескенше аман сау болыңдар.